Біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында барлық сыныптарда қауіпсіздік сағаттарын ұйымдастыру жасөспірімдер арасында белең алған зорлық, зомбылық, психологиялық қысым көрсету, құқық бұзушылық, ойын құмарлық, өмір қауіпсіздігі қағидаларын білмеу мәселелерінің алдын алуға бағытталған. 11 А сыныбының сынып жетекшісі ретінде 16-17 жастағы жасөспірімдердің өмірінде кездесетін ата-аналардың, ұстаздардың, қоғамның дабыл қағып жатқан өзекті мәселелерінің бірі болғандықтан цифрлы әлемде қауіпсіздікке қадам тақырыбы таңдалды. Мақсаты оқушылардың цифрлық әлемдегі қауіпсіздік тақырыбы бойынша білімдерін кеңейту, медиа кеңістікте өзін қорғауға үйрету. 11 сынып болғандықтан топтық ойын ретінде смарт бала ойынының форматы таңдалды. Топта тақырыпты толық талқылауға, бірлесіп әрекет етуге, тепе-тең принципі бойынша өмірлік ситуацияларда бір-біріне көмек қолын созуға мүмкіндік туғызылды. Смарт бала ойыны 5 бөлімді құрады. Оқушылар WordWall платформасы арқылы топқа бөлінді. Топ ережелері түсіндірілді. Әр жауап антивирус жетондар арқылы бағаланды. Бірінші бөлім цифрлы әлем деп аталды. Топ мүшелері экраннан видео үзінді тамашалап, топта қандай әрекеттер көрсетілгенін талқылады. Топ жауаптар тыңдалып, бағаланды. Екінші бөлім мен және ғаламтор қысқа тесттен өту болды. Топ мүшелері тестті Google Doc бағдарламасы арқылы жасады. Оқушылардың интернет кеңістігіне қаншалықты дайын екенін білу мақсатында жүргізілді. 18 оқушының 70% жалпы дайын екенін, дегенмен қауіпсіздік қағидаларын меңгеру керек екені анықталды. Үшінші бөлім кибербуллинг, қатыгездік қайдан, қауіп неден деп аталды. Топ мүшелері берілген тақырыпты түрлі ресурстарды қолдана отырып қорғады. Бірінші топ болашақ кино және анимация орталығының өкілдері ретінде кибербуллинг деген не деген тақырыпта әлеуметтік видеоролик жасап, әлеуметтік желіде жариялады. Екінші топ болашақ цифрлы баспа мамандары ретінде фишинг, груминг, сватинг, доксинг, хейтер тақырыбында таратпа қағаздарын әзірледі. Үшінші топ болашақ цифрлы медиа мамандары ретінде кибербуллингтен сақтану жолдары тақырыбында әлеуметтік желіде пост жазып жариялады. Бұл тапсырмалар бітіруші түлектерге кәсіби бағдар беру элементі мен шығармашылық жұмысты ықпалдастыру арқылы жүзеге асырылды. Топ жауаптары тыңдалып, бағаланды. Төртінші бөлім өз өмірің өз қолыңда рөлдік ойынды сомдау болды. Бірінші топ сіздің досыңыз табысы күмәнді бизнес жасауды ұсынды. Күніне интернет арқылы қомақты табыс таба алу мүмкіндігі бар екенін айтты. Сіздің әрекетіңіз деген ситуацияны сәтті сомдап шықты. Екінші топ сіздің досыңыздың атынан WhatsApp желісі арқылы ақшалай көмек сұрады. Досыңыз қиналып тұрғанын жазды. Сіздің әрекетіңіз ситуациясын ұтымды көрсете алды. Үшінші жағдаят, сіздің телефоныңыз шырылдады. Алып жауап берген кезде арғы жағынан сіз соңғы үлгіде iPhone телефонын ұтып алдыңыз. Сізге тез арада өзіңіз жайлы мәліметтерді толтыру үшін телефоныңызға келген хабарламадағы сілтемеге өтіңіз. Осындай жағдайда сіздің әрекетіңіз. Оқушылар ситуациядан жақсы шыға алды. Бұл тапсырма оқушыларға өмірде түрлі ситуацияларда дұрыс шешім мен әрекет жасай алуға үйретті. Бесінші бөлім жаңа мінез-құлық моделін жетондар арқылы құрастыру болды. Сынып бөлімінде жинақталған антивирус жетондарына жазылған мінез-құлық сипаттамаларын адам миының макетіне орнату арқылы мінез-құлық моделін құрастырды. Осы бөлім арқылы сабақта кері байланыс жүргізілді және оқушылардың санасына цифрлы әлемде өзін қауіпсіз ұстаудың жаңа мінез-құлық бағдарламасы орнатылды. Сонымен балалар, цифрлық әлемде қауіпсіз қадам атты қауіпсіздік сағатыңызды жоғары деңгейде аяқтауларыңызбен құттықтаймын. Және сіздер цифрлық әлемде өздеріңіздің білімдеріңіз бен дағдыларыңызды дамытып қана қоймай, сонымен қатар топта ұйымшылдықтарыңызды көрсеттіңіздер. Әрбір оқушыға белсенділігіңіз үшін алғыс айтамын. Қош сау болыңыздар.